Здравствуйте. Можно, пожалуйста, цифазолин и лидокаин? По две салфетки и 2 шприца. Цифазолина 2? Да. 2 салфетки и 2 шприца. А чеки даете вы? Да. Можно чек еще? Павлодар облысының аумағында ағымдағы жылдың қыркүйек айының 5-9 аралығында дәрмек жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Тексеру қорытындысы бойынша есірткі құралдарының психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы саласындағы құқық бұзушылықтар анықталды. Сондай-ақ есірткі құралдары айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайларды пайдаланудың техникалық нығайтылуы мен қағидаларының бұзушылықтары анықталды. Есірткі заттары өткізудің 2 фактісі және есірткі заттарды контрабандалаудың 1 фактісі анықталды. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-286 баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ айналымнан 10 килограммнан астам түрлі есірткі құралдары және 20 тоннадан астам түрлі прекурсорлар алынды. Барлық фактілер бойынша материалдар тіркеліп, анықталған бұзушылықтарды қарау үшін Павлодар облысы бойынша фармация комитетінің департаментіне жолданды. Сонымен қатар дәрігерлердің рецептсіз дәрі-дәрмектерді босатудың 5 фактісі анықталды. Барлық осы фактілер бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 426 бабы бойынша әкімшілік материалдар құрастырылды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 464 бабы бойынша лицензиялау нормаларын бұзу бойынша 1 құқық бұзушылық құжатталды. Осы бағыттағы жұмыс есірткі құралдарының психотроптық заттардың не прекурсорлардың заңсыз қызметіне, не жария болуына жол бермеу мақсатында тұрақты негізде жүргізіледі. Полиция департаменті азаматтарға егер сізге құрамында есірткісі бар препараттарды сату кезінде дәріханалардың жозықсыз сатушылары жол берген бұзушылық фактілері белгілі болса, 102 номеріне қоңырау шалуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ полиция 102 номеріне де хабарласып, ыңғайлы қосымшасын пайдалануға болады. Немесе жақын маңдағы аумақтық полиция бөлімшесіне хабарлай аласыз. На территории Павлодарской области с 5 по 9 сентября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек». По итогам проверок выявлены правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также выявлены нарушения технической укрепленности и правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств. Выявлены 2 факта сбыта, 1 факт контрабанды наркотических средств. По данным фактам проводится досудебное расследование по статьям 297, 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также из оборота изъято более 10 килограммов различных наркотических средств, более 20 тонн различных наименований прекурсоров. По всем фактам зарегистрированы материалы и направлены в Департамент комитета фармации по Павлодарской области для рассмотрения по существу выявленных нарушений. Кроме того, выявлены 5 фактов отпуска лекарств без рецептов врачей. По всем этим фактам составлены административные материалы в соответствии со статьями 426 КоАП РК. Одно нарушение задокументировано в сфере лицензирования по статье 464 КоАП РК. Работа данного направления проводится на постоянной основе с целью недопущения незаконной деятельности либо утечки наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров. Департамент полиции обращается к гражданам. Если вам станут известны факты нарушений, допускаемые недобросовестными продавцами аптек при отпуске препаратов, содержащих наркотики, позвоните по телефону 102. Также можете воспользоваться удобным приложением «Полиция 102» или сообщить в ближайшее территориальное подразделение полиции.